мынау бір ғибратты әңгімеге құлақ салыңыз. Бір күні ғылым, надандық, байлық, құрмет төртеуі бас қосып әңгіме дүкен құрған екен. Біраздан соң тарқар уақыт таянғанда бір-бірінен қалай қайта жолығатындықтары жайлы сұрайды. Сонда ғылым, мені іздеген жан ғұламалардың мәжілістерінен табады депті. Надандық болса, мені іздесеңдер арзан күлкіге алданып, бос уақытын жоғалтып жүргендердің қасында болармын депті. Байлық болса, ал мен зәулім сарайлар мен үлкен үйлердің ішінде боламын депті. Сөз кезегі тиген құрмет біраз уақыт басын төмен түсіріп үндемей отырады да, мені кім бір рет жоғалтып алса, еш уақытта қайтып таба алмайды деген екен. Сөз ақ қой шіркін. Иә, қалай болғанда да құрметтің құнын түсіруге тырыспағанымыз жөн. Ал енді мына оқиғаға құлақ салыңыз. Ертеде Аббасид халифаларының көрнектісі Харун Рашидке бір бәдәуи қатты сөздер айтады. Тіпті әдеттен асып шектен шығып кетеді. Сонда халифа, тым қатты кеттіңіз. Алла тағала сенен де жақсы адамды, менен де жаман адамға жібергенде, оған жұмсақ сөйлеуді бұйырған жоқ беді деп оған мына аятты оқып береді. Екеуің Мұса мен Харун Перғауынға барыңдар. Ол шектен шықты. Оған жұмсақ сөз сөйлеңдер. Мүмкін ол ойланар, немесе қорқар деген Таха сүресінің 44-45 аяттарында. Бұл жерде Мұса пайғамбар алейхиссалам Алланың сүйікті құлдарының бірі екені, ал Перғауын Алланың қас дұшпаны екені айтыла келіп, сол адамзаттың абзалы, адамзаттың ең қорына жұмсақ сөйлегені мысалға алынып